жасалган балаларга арналган фильм. Seni bosatayınç. Qancha gün baylagısın. Ya, oynay boy. Sizden kechirim surayım. Qalay шығып кеткенін байқамай қалыппын. Ештеңе етпейді. Мен аман саумын. Неге көңіл күйім жоқ? Sizге айтуға болатын шығар. Қаламыздың барлық тұрғындарына жақсылық жасау керек. Өйткені жақсы іс қалаға күш береді. Сонда қажет энергия да көбейеді. Ал мен болсам, ондай еш нәрсе істей алмадым. Қолымнан келмейтін сияқты. Неге қолынан келмейді? Сен қазір ғана үш жақсылық жасадың. Қалай? Не істедім мен? Біріншіден, сен күшікті босаттың. Қанша уақыттан бері байлаулы тұрған күшік риза болды. Екіншіден, күшік үргенде сен маған көмекке келдің. Ал үшіншіден, сен менен қазір кешірім сұрадың. Қал жағдайымды білдің. Осының бәрі жақсылық. Осы іс-әрекеттеріңмен сен қаламыздың көркеюіне үлес қостың.
6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Мынаның түрі не деген қорқынышты? Ойбай! Ана көшеде не болып жатыр? Қараш! Бұл менің кінәм. Қалай? Неге олай дейсің? Мен қорқынышты шығармалар жазатын жазушымын. Шығармаларымды үйімде жазамын. Кейіпкерлердің неше түрлі бейнелерін ойлап табамын. Кейде ойымдағыдай шықпай қалады. Сонда қатты ашуланам. Ал енді менің қиялымдағы қорқынышты кейіпкерлер шынайы өмірде де пайда бола бастапты. Бұл қалай болғаны? Енді не істейміз? Ой, басым, ақымақ басым. Мына көшеде жүрген құбыжықтардың түрі таныс. Мынаны мен бір апта бұрын ойлап таптым. Ал мынау туралы 2 күн бұрын ойлаған едім. Ал мынау кеше түнде ойыма келген сияқты еді ғой. Енді не істейміз? Сарыны шақырайық. Ол не істеу керегін біледі ғой. Маған мән жайды түсіндіріңдерші. Жақсы, бұлай істейін. Құбыжықтарды жинап, осында әкелуіміз керек. Бірақ, бұл бұзықтарды қалай жинаймыз? Менің кітаптарымда құбыжықтардың бәрі балмұздақты жақсы көреді. Сол арқылы жинап көрейік. Тәтті балмұздақ, тегін, кімнің жегісі келеді? Тәтті балмұздақ, тегін, кімнің жегісі келеді? Тәтті балмұздақ, тегін, кімнің жегісі келеді? Рахмет, Сараға! Сараға, рахмет сізге!
6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бұлардың бәріне не болған? Білмеймін. Бізде смартфон жоқ болғаны қандай жақсы. Жүр, тез сарыға барайық. Ол бәрін біледі. Мен осы түнде ғана энергия сканерін жасап бітірдім. Соны сынайын деп отырғанмын. Енді сендер келіп қалдыңдар. Жүріңдер, бірге тексерейік. Таптым, ана жақта. Ұсталдың ба бәлем? Жаның барында айт, не білдіріп жүрсің? Ойбай, ұрмаңдар мені, мен бәрін айтам. Мен сендердің қалаларыңның қасынан ұшып бара жатқанда энергиям бітіп, ұша алмай қалдым. Содан амалсыздан қону керек болды. Қарасам, қала тұрғындары смартфон деген құралды пайдаланады екен. Ал смартфоннан бөлінетін энергиямен менің кемемді қуаттауға болады. Сондықтан құбыжықтардың смартфондарына өте қызық бағдарлама жібердім. Барлық тұрғындар еріксіз смартфондарын қолдана бастады. Ал олар смартфонды көбірек қолданса, мен көбірек энергия жинай алам. Мені кешіріңдер, қазір бағдарламаны өшірем. Сары, оған көмектесу керек. Не істейміз? Сканердің батареясын қолданып көрейік. Қандай керемет, көп рахмет сендерге. Бұл сыйлық болсын. Көп рахмет, қайтып келмеуге уәде берем. Маған не болды? Есімде түк жоқ. Еш нәрсе болмады. Бәрі жақсы.
16 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сәлем, Сары. Сен тағы не ойлап таптың? Қазіргі көліктер түтінді көп шығарып, қаламыздың ауасын ластайды. Құбыжықтар дем ала алмай жөтеліп жүр. Сондықтан мен көліктің жаңа түрін ойлап таптым. Ол қайда? Жүр, көрсетейін. Шырын? Неге шырын деп жазып қойғансың? Бұл көліктің жанармайы шырын. Қалай? Ол мүмкін бе? Солай. Қолына түскен тәтті сусынды құясында ары қарай жүре бересің. Лимонад болсын, апельсин немесе өрік шырыны болсын. Барлық түрі бола береді. Керемет екен. Одан да күшті артықшылығы бар. Кабинаның ішіне мына түтікше жүргізілген. Шөлдеп кетсен, шырынды ішуге де болады. Ғажап. Сары жаңа көлік ойлап тауыпты. Ешкім жоқ. Онда мен айдап көрсем қайтеді. Бір айналып келіп, орнына қоям, ешкім байқамайды. Керемет! Тағы қатырақ басып көрейін. Ойбай! Құтқара көріңдер! Көмектесіңдер! Енді Сарыға не айтам? Ол маған ренжитін болды ғой. Қой, бос тұрмайын. Ең болмаса қалпына келтіруге тырысайын. Мені кешіріңдер. Сұрамай айдап кеттім. Мен сенің көлігіңді бүлдіріп қойдым. Бүлдіріп қойдың ба? О, қандай керемет. Мынау бұрынғыдан да күшті ғой. Мынаны қалай істедің?
6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Міндетті түрде бару керек. Иә, әрине. Қызыл, біз жаттығуға барамыз деп едік қой. Шаршап жатырмын. Бармай-ақ қояйықшы. Жүр, тез. Қызық болады. Барайық. Бәріне не болған? Спорт кешеніне ешкім бармапты. Сен ол туралы білесің бе? Мейірім шуағында энергия азайып жатыр. Ол азайса, қиын болады деп айтты Сара. Ойбай, бұл не? Сарының айтқаны дәл келіп жатыр. Спорт кешеніне кеттік. Ал енді жақсылап жаттығайық. Қараңдар, далада жарық пайда болды. Таза ауада жаттығайық. Спорт деген керемет қой.
6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сары, бізді шақырдың ба? Мен роботтарды ойлап таптым. Міне, қараңдар. Бұл роботтар бізге көмектеседі. Барлық қызметтерді атқарады. Көше тазалайды, сабақ оқиды, гүлге су құяды, қоқыс жинайды, тамақ пісіреді, шахмат ойнайды. Роботтар бәрін істей алады. Қандай керемет! Бол, тұр. Не істеп жатырсың? Қаланың энергиясы азайып барады. Не істейміз? Құбыжықтар жалқау болып барады. Еш нәрсе істемейді. Сондықтан роботтар емес, өзіміз жұмыс істеуіміз керек. Онда роботтарды қайда жібереміз? Маған бір ой келді. Қаланың сыртында жылыжай бар. Ол жерге жұмысшы жетіспейді. Роботтарды аздап өзгертіп, сол жерге жіберейік. Табылған ақыл.
6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сары, сен үйдесің бе? Қаламызда көкөніс жеміс жидек жетіспей жатыр. Мен осы мәселені шешу үшін әмбебап үлкейтуші ерітінді ойлап таптым. Осы ерітіндінің бір тамшысын өсімдікке тамызсақ, ол тез өседі. 2-3 есе көп өнім береді. Міне, қара. Қандай керемет! Осылай көкөністерді көп өсірсек, тамақ та көп болады. Саған тағы бір нәрсе көрсетейін. Не деген ғажайып ерітінді? Мен осы суды ішсем не болады екен? Дәмі жақсы екен. Мен үлкенмін. Қызыл шыныдағы барлық ерітіндіні ішіп қойды. Енді не істейміз? Менің күшім көп екен. Қызыл, сен не бүлдірдің? Сен мынандай салмақпен көп ұзамай қаламыздың барлық энергиясын өзіне тартып аласың ғой. Солай ма? Мен оны білмедім. Мен кішірейтетін ерітіндіні тезірек жасайын. Ал сен мына қызылға қара. Қызыл-ау! Неге оны іштің? Қызық болды. Өсемін бе, өспеймін бе деп ойладым. Не болса да, Сары мықты өнер тапқыш екен. Ай-ай-ай! Ауырып қалсаң не болады? Оны ойламаппын. Міне, мынау кішірейтетін ерітінді. Бірақ бұл ерітінді өш жақсы істегеннен кейін ғана әсер етеді. Солай ма? Қандай жақсылық жасауға болады? Мен оны таптым. Кеше жаңалықтарда қаланың қасындағы ағып жатқан өзенді үлкен бөренелер басып қалғанын айтты. Бірінші жақсылық соны тазалайсың.
Екінші жақсылық. Қызғылттың үйін жөндеу. Үйдің шатырын жел ұшырып кетіпті. Үшінші жақсылық. Қаланың саябағына үлкен ағаштарды отырғызу керек. Ал енді қызыл кішірейеді. Рахмет саған, Сары. Енді әр нәрсені іше берме. Алты жасқа толған балаларға арналған фильм.
қоқыс сияқты. Түсіндім. Саябақта лақтырылған қоқыстарымыздан пайда болған монстр. Енді не істейміз? Әр қашанда көмекке келетін тапқыр ғалымымыз Сары бар ғой. Мына сызбаны алыңдар. Сызба бойынша қоқысты өзіне тартып алатын бластер жасайсыңдар. Монстрға жақындап, екі жақтан атасыңдар. Сонда бөлшектерге бөлініп шашылады. Шашылады? Оны қалай жинаймыз? Ал қоқысты қайда жібереміз? Мен оған арнайы құрылғы жасап жатырмын. Ол қоқысты жинап, энергияға айналдырады. Мына жерге кіргізіңдер! Біз жеңдік! Алты жасқа толған балаларға арналған фильм. Қаламызда велосипед жарысы болады. Соған қатысайын деп отырмын. Жарайсың.
озып кетті. Қызыл, көмектесші. Рахмет, досым. Озып кетті. Не болып қалды? Санап қалды. Қанша бассам да жүрмейді. Менің велосипедіме жалғайық. Саған соңына дейін жетуге көмектесем. Бірінші орынды Қызылға береміз. Өйткені ол достарын жолда қалдырмай, барлығына көмек берді. Біріншіден, ол үйректерді жолдан өткізді. Екіншіден, сарының дөңгелегін жасап берді. Үшіншіден, қызғылтты өзімен бірге алып келді. Жарайсың, қызыл.